Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы, сабағымыздың тақырыбы Шоқан Уәлиханов өмірі мен шығармашылығы. Сүйер ұлың болса, сен десе, сүйенерге жарар ол деп. Ұлы ақын Абай Құнанбаев айтпақшы, Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов 1835-1865 жылдар өмір сүрген қазақтың ұлы ғалымы, зерттеуші, тарихшы, шығыстанушы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы, демократ. Шоқанның шын аты Мұхаммед Ханафия. Әжесінің бала күнінде Шоқаным деп еркелетіп айтуымен Шоқан аталып кеткен. Туған жері қазіргі Қостанай облысындағы Құсмұрын көлінің жағасы. Шоқанның арғы атасы қазақтың ұлы ханы Абылай. Шоқан оның шөбересі. Өз атасы Уәли де хан болған. Ал әкесі Шыңғыс Қазақстанда хандық жүйе жойылып, аға сұлтандықтың енгізілуіне байланысты аға сұлтан лауазымын иеленген. Жеті жұрттың тілін білуге тиісті хан тұқымы болғандықтан, ауыл мектебінде оқып арабша хаттамаған Шоқан араб, шағатай тілдерін меңгерген. Бұдан кейін оның әкесі сол кездегі Сібірдегі ең таңдаулы оқу орны деп есептелінетін Омбы кадет корпусын оқуға береді. Кадет корпусын 1847-1853 жылдары оқыған. Шоқанның бүкіл келешегі мен ғылым өнер жолындағы талантын ашуда бұл оқу орнының маңызы ерекше болды. Мұнда жабық әскери оқу орны болғанымен көптеген пәндер әскери сабақтарға қоса орыс, батыс әдебиеті, географиясы мен тарихы, философия, физика, математика негіздері, шетел тілдері оқытылып, орыстың озық ойлы интеллигенттерінің өкілдері сабақ берген. Оқытушылар құрамында білімді және прогресшіл ой пікірлі адамдар көп болған. Кадет корпусына алғаш түскен кезде Шоқан орыс тілін білмесе де өзінің зеректігі мен тілді тез үйренді. Шоқан туралы оның сол кадет корпусында бірге оқыған орыс досы Григорий Потанин былай дейді: бізден жасы кіші болса да, өзімен салыстырғанда ол үлкен сықыл еді. Біздер оған қарағанда бала тәріздедік. Өзінің бізден артық білетіндігін, не біздерден білімі жағынан жоғарылығын білдіруге тырыспаса да, жай әңгіменің өзіне оның білімінің бізден артықтығы танылып қалатын. Жалпы жолдастарына, оның ішінде маған, ол Европаға ашқан терезе сықылды болды дейді. Шоқанның зерттеушілік қабілеті де корпуста оқып жүргенде оянған. Жазғы демалыс кездерінде ол ел ішіндегі аңыз әңгімелерді, халық жырлары мен дастандарын жазып алумен шұғылданды. Мысалы, Шоқан ең алғашқы жазып алған жыры Қозы-Көрпеш баян сұлу жыры болды. Кадет корпусын 1853 жылы 18 жасында Шоқан Омбы әскери қызметке қалдырылады. Бір жылдан кейін Батыс Сібір мен Қазақстанның солтүстік шығыс аудандарын басқаратын генерал-губернатор Гасфордтың адъютанты болып тағайындалады. Осы қызметті атқара жүріп, ол Орта Азия халықтарының тарихын, этнографиясы мен жағрафиясын зерттеуге белсене араласты. 1855 жылы Шоқан орталық Қазақстанды, Жетісу мен Тарбағатайды аралайды, қазақ халқының тарихы мен әдет-ғұрпы, діни ұғымдары жайында материал жинап қайтады. Бұл материалдар негізінде кейін ол Тәңірі, қазақтардағы шамандықтың қалдығы деген еңбектер жазады. 1856 жылы Шоқан қырғыз елін зерттеу экспедициясына қатысады. Қырғыздар мен ұлы жүз қазақтардың тарихы, этнографиясы жайлы мәліметтер жинайды. Ауыз әдебиетінің нұсқаларын жазып алады. Бұдан кейін Құлжа қаласында болып, Жоңғария тарихымен шұғылданады. 1857 жылы тағы да қырғыз елінде болады. Осы сапарларында жинаған материалдарды ол Жоңғария очерктері, қырғыздар туралы жазбалар, қазақтың халық поэзиясының түрлері туралы, Ыстықкөл сапарының күнделіктері, Қытай империясының батыс провинциясы және Құлжа қаласы атты еңбектерін жазуға пайдаланды. 1858-1859 жылдары Шоқанның Қашқарияға сапары ғалымдық ағартушылық саласында еңбегінің жаңа белеске көтерілуіне жол ашты. Қашқария сапары Шоқанның жалпы орыс географиясына қосқан зор үлесі болатын. Қашқария ол кезде Ресей тарапынан зерттелмеген өлке болатын. Саудагер ретінде Қашқарияға құпия барған Шоқан өлкенің экономикалық саяси құрылымын зерттеп, оның тарихы мен этнографиясынан көптеген материалдар жинайды. Қашқарияға сапарынан алты шаһардың, яғни Қытайдың Нанму уәлаятының шығыстағы 6 қаласының жайы
атты еңбегі дүниеге келді. Ол Шығыс Түркістан халықтарының тарихына, әлеуметтік құрылысына арналып, сол заман ғылымының биік деңгейіне жазылған әлемдегі тұңғыш зерттеу жұмысы еді. Шоқанның сонымен қатар суретшілік өнері де басым болды. Оның бізге жеткен суреттері 150-ге жуық. Шоқанның бұл суреттеріне қарай отырып, Шоқанның шын мәніндегі кәсіби суретші болғанын бағамдаймыз. Сонымен қатар Ұлытау, Жезқазған өңірлеріне сапар шегіп, Алаша хан мазары, Жұбан ана кесенесі, Аяққамыр күмбезі секілді сәулет ескерткіштеріне сипаттама берген. Ер-едіге, Қойлыбай бақсы, Байғозы, Жаулыбай және Оразымбет батырлар жайлы құнды тарихи деректер қалдырған. Шоқан туралы көптеген ұлы адамдар мынадай жол лебіздерін арнаған екен. Мысалға, белгілі қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматов былай дейді: Шоқан тұлғасы таусылмайтын сырға бай ғажайып тұлға ғой. Кейде өзіңмен өзің болып ой кешіп отырғанда, Шоқан өмірде рас болды дегенге сеніңкіремейтінім рас. Келте ғұмырында соншалықты мол еңбекті қалай қайнап сыйдырған десеңізші. Десе, заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов: қазақ жері талай ғұламаларды дүниеге әкелді. Өздерінің барлық ізгі тілектері жас жеткіншектердің ұлттық дүниетанымының қалыптасуына, дамуына арнаған ағартушыларымыз Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев. Халықтың дүниетанымы өзен болса, ал үшеуі сол өзенге құйған үш саласындай. Болмаса, белгілі академик Веселовский: Шоқан Уәлиханов шығыс әлемінде құйрықты жұлдыздай жалт етіп шыға келгенде, орыстың шығысты зерттеуші ғалымдары оны бір ауыздан ерекше құбылыс деп түгел мойындап, түркі халқының тағдыры туралы одан маңызы зор ұлы жаңалықтар ашуды күткен еді. Бірақ Шоқанның мезгілсіз өлімі біздің бұл үмітімізді үзіп кетті. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев: құйрықты жұлдыз секілді туды да көп тұрмады, көрген білген өкінді, мін тағар жан болмады. Шынымен де, небәрі 30 жас санаулы ғұмырында Шоқан артына баға жетпес мол мұра қалдырып үлгерді. Шоқан есімі және Шоқанның жазған еңбектері біз үшін ұлттық құндылығымыз болып табылады.